Қалу, олар айтады, әну'мину ләке уаттабa'акал арзалун. Саған бишара, қор кісілер ғана ерді дейді. Сөйте тұрып, бізге де иман келтір деп тұрсын ба сен дейді. Мына артыңа ерген кісілерге қарашы сен дейді. Ей Нұх, артыңа сен қандай кісілер ерген? Кедей кепшік, бишара, қоғамда ешқандай атағы жоқ, мал мүлкі жоқ, кілең міскіндер. Біз саған қалай иман келтіреміз дейді. Сонда бұлардың иманнан қашуының бірден бір себебі не екен? Ол тәкаппарлық. Яғни Нұх алейхиссаламның қауымы жаңағы жоққа шығарған, қарсы келген, кілең бай дәулетті, қоғамда авторитеті жер тесіп тұрған, сондай басшылар кілең. Яғни қоғамдағы үлкен бай бақуатты кісілер екен да. Бай бағландар. Иман келтірмеген. Ал Нұх алейхиссаламға иман келтірген кісілер қоғамдағы төмен, кедей кепшіктер, қарапайым адамдар. Ешкімге сөзі өтпейді, өз-өзімен жүрген адамдар. Сондағы қауымының жаңағы иман келтірмеуінің бірден бір себебі не екен? Бүкіл мал мүліктің бәрі біздің қолымызда дейді. Пайғамбар жіберетін болса, бізден жіберетін еді дейді. Мынау бейшара болған сенен емес дейді. Сен мына артындағы қауымыңа қарашы бірінші дейді. Біз қалай иман келтіреміз саған дейді. Енді бұл аяттан мынандай бір нәрсе шығады. Қазіргі қоғамға да қарайтын болсақ, бай бақуатты кісілер көп жағдайда иманға келе бермейді. Неге? Өйткені ойлайды, иманға келсем, дүниемнен айырылам деген бір ой болады. Неге? Себебі расымен де қарап отырсақ, намазхан кісілер басым көпшілігі, арасында бірең-сараң бір шығып қалатын шығар, басым көпшілігі қоғамдағы орта дәрежедегі кісілер, қарапайым кісілер, Аллаға басын сәждеге қойып, Аллаға құлшылық етіп жүрген кісілер, қарапайым кісілер. Содан ойлайды, мешітке келіп кетіп жатқандардың бәрі кедей кепшік кілең дейді. Менен төмен дейді. Мен де намазға келетін болсам, жағдайым осындай болып қалады деген секілді, о да бір ой туындайды да. Содан кейін не істейді? Жаңағы жүрегіндегі дүниеге деген махаббаты жібермейді. Жібермейді. Немесе ақиқатты байлықта деп ойлайтын кісілер бар. Міне, бүкіл қолында мал мүлкі бар, авторитеті бар, атақ даңқы бар. Сол адам бүкіл ақиқат, не айтса соның бәрі ақиқат. Мысалға, мына жерде қарапайым бір кісі Құран аяты мен хадистерді айтып жатса, оның сөзі еленбейді. Мына жақта бай бақуатты кісі сөйлеп жатса, бүкіл қоғамның назары сода да. Қараңыз. Яғни қоғамда жалпы бұл қазіргі жағдай емес. Бұл сонау адам атадан бергі жатқан дүние болар. Енді қараңызшы. Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам заманында пайғамбарымызға қарсы шыққан мүшриктер не деген еді пайғамбарымызға және мүминдерге? Сондай қарсы келгендер дейді, иман келтіргендерге былай деп айтатын дейді. Егер бұл дінде бір игілік болса еді дейді, олар бізден озбас еді дейді. Яғни мынау дінде бір игілік болса еді, бізден асқан мұсылман болмайтын еді жер бетінде деп айтқан да, мүшриктер деп айтады. Енді осы жердегі игілік деп мүшриктер нені меңзеген еді? Мал мүлік, байлық, атақ, даңқ,
Қараңыз. Әдемі киім, қымбат көлік, тәтті тағамдар, шалқып өмір сүру. Осы нәрселерді меңзеп айтқан екен да олар. Мүминдерге қарайды, бейшара кілең аштан аш жатқан, қоғамда ешқандай бір дәрежесі жоқ жаңағы. Қараңыз. Осылар келіп айтады, егер осы дінде дейді, мынау ислам дінінде бір игілік болса еді, бізден асқан мұсылмандар болмаса еді дейді. Енді игілік деп отқан не? Дүниеде жаңағы. Қараңыз. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам заманында Медина кезеңінде бір яхуди кісі ислам дінін қабылдайды. Ол кісінің қолында мал мүлкі бар, көп балалы шағалы, қоғамда бір атағы бар кісі болған екен, беделді. Уақыт өтеді, мал мүлкінен айырылады. Уақыт өтеді, бүкіл балаларынан айырылады. Уақыт өтеді, көзі көр болып қалады екен. Сонда пайғамбарымыздың алдына келіп, ей Мұхаммед дейді, мынау не болды мынау дейді да? Не болды мына жағдай дейді. Мен исламға осындай жағдайға түсіп қалам деп келдім ба дейді да? Мен иманға келдім дейді. Жағдай мына нәрсеге келді дейді да? Наразылық білдіріп жатыр. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам не дейді? Иннал имана дейді. Иман деген нәрсе сондай бір нәрсе дейді. Қарашы. Ла яспикул муъмина. Мұсылман адамды дейді, бір сілкі болады дейді. Кама таспикун нару аз-захаба вал фиддата дейді. Мына от бар ғой, от. От алтын мен күмісті балқытқаны секілді, иман да мұсылманды бір балықты болады дейді да, сөйтіп. Бір сілкі болады дейді. Мына отқа алтын мен күмісті балқытқан сайын, алтын мен күмістің бойындағы қақтар түседі. Қақтар шыққан сайын алтын одан әрі таза болып түседі. Күміс те одан әрі таза болады. Демек, мұсылман адамның жүрегіндегі иманы не екен? Адамның бойындағы бүкіл жаман қасиеттердің бәрін шығарып тастайды екен уақыт өте келе. Аллах тағала басына сынақ жіберу арқылы. Малыңнан айырыласың. Аллах тағала сені сабыр ете ме екен деп сынайды. Аллах тағала саған бір дүние мүлік береді. Осыны менің жолымда жұмсай ма екен деп сынайды сені.